Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Бүгінгі біздің тауықтарымыз ешқандай өзгеріс жоқ. Барлығы бір қалыпты. Үйдің іші тұр, бізде жаңбыр жауып тұр. Ауа райында 5 күн жаңбайды, 5 күн жаңбыр жауып жатыр, жаймен деп. Сізге тауықтарымыз осы, барлығы бір қалыпты. Ешқандай өзгеріс, ештеңе жоқ. Балапандарды барлығы бір қалыпты жүр. Кейде бір-бірімен төбелесіп қояды. Кейде бір-бірімен жүре береді, төбелеспей. Атештер өзі бір-бірімен төбелесетін болыпты. Мұнда да тауықтар жүр. Мен ішіне өзім ертең тауықтарымды сатып жатырмын. Керек өзім алып қалатын тауықтардың барлығын мұнда қамап қоямын. Қазір жайып жатын. Осылай жылы су беріп жатырмық. Біздер суларын бәрін төгіп тастаған. Қарындар ашқан ғой деймін. Мынаның ішін деген барлығын шамай келгенше уатып жатырмық. Қазір қол тимей жатыр жұмыспен жүргесін. Өтсенің барлығын уату керек. Ішін барлығын тегістеп. Қазір қол тимей жатыр. Сосын ешкілерге де бөлу керек. Онда ішіне керек. Қазір қолым тимей жатыр. Сол себепті пока тұрып қораның іші. Бүгін сіздерге бір видео шығарайын деп. Ешкі бұзаулар туралы тағы да бір видео түсіретін боламын. Қазір жаңбыр жауып тұр далада, сол себепті ішке кіріп осыларды сіздерге видеоға түсіріп жатқан жайым бар. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Мінекей төбелесейін тұр.